Сәлем достар. Бүгінгі біздің видеомыз соңғы отчеттың түсіндірмесі, яғни алдында жасаған логотип Goodmood Online деген психологический компанияның логотипінің бүгін гайдлайнын жасап отырмыз. Сол гайдлайнды бүгін мен сіздермен Мейірханов Парасат түсіндіре кетейін. Бірінші бетін түсіндіретін болсақ, preview page осылай логотиптің 70%-ын алып, сәл несін түсіріп, осындай превью жасаған болатынбыз. Және де екінші беті, үшінші беті дәл сондай introduction. Мына жерде екінші бетінде қай бетте қандай не бар, соны жазып кеткен. Мынау үшінші бетінде introduction, логотиптің қандай логотип екенін түсіндірген, логотиптің түрлері, горизонтальный, вертикальный, паттерн, логотиппен жасалған паттерн. Бренд егер қолданатын болса, осы паттернді қолданады. Және де қара және ақ версиясы, логотип в изображении, сосын logo incorrect usage, цветокоррекция, сосын шрифт. Қандай шрифт? MyType деген шрифт, MyType Bold деген шрифтті таңдаған болатын. Сол шрифт көрсетілген мына жерде. Және де лого макапта. Барлығы осы беттердің бәрі толық гайдлайнды қамтиды. Кішігірім гайдлайнды. Мен осы 2 апталық жұмыста осы нәрсені жасадым. Алдағы уақытта енді біздің практикалық жұмысымыз бітті. Мынау менің соңғы тапсырмам. Қош сау болыңыздар.